Hi guys, how are you? I'm going to introduce today's lesson 3 about numbers. Сан есім. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сан есім. Яғни бүгін нені үйренеміз? Сан есім қанша? Яғни how many деген сұраққа жауап береді. 13-тен және 20-ға дейінгі сандарға тен деген жұрнақ жалғанатынын үйренеміз. Және 20-дан 100-ге дейінгі ондық сан есімдерге те жұрнағы жалғанатынын үйренеміз. Ал енді толығырақ сабағымызға тоқталып өтейік. Міне. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Енді бір мән беретін жайт бар мына жерде. 11 мен 12 деген санды жаттап аламыз. 11 11 12 12. Енді 13-тен 19-ға дейінгі сандарға тең жұрнағын жалғап кете береміз. Яғни 13 4 міне түбір сөз 4 тең жұрнағын жалғансақ 14 деген сан шығады. 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. Міне 13-тен 20-ға дейінгі, яғни 19-ға дейінгі сандарға тең жұрнағы жалғанады. Келесі 20-дан 90-ға дейінгі, яғни ондық сан есімдерге те деген жұрнақ жалғанады. Мысалы қараймыз. 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100. Ал 21-ден 30-ға дейін қалай айтамыз? Мынау түбір сөзді аламыз, өзгертпейміз. Міне 20. Мына жақтағы 1 деген сөзді әкелеміз де мына жерге қоямыз. Сонда 21. Міне 22 22. Міне мына жердегі 2 деген санды алып, мына 20 деген сөздің қасына қоямыз. Сонда 22 22. 23 23. 24 24. 25 25. 26 26. 27 27. 28 28. 29 29. 30-ды да сондай. 30-дан 40-қа дейін, міне 31 32 33 34 35 36 37 38 39 и ары қарай 40. Түсіндік қой, өте оңай, қиын түгі де жоқ. Міне дәл осы әдіспен жаттап алсаңыздар, керемет жаттап аласыздар. Еш қиындығы жоқ. Ал енді how many бізде қанша деген сұрақты білдіреді. Яғни how many және how much деген бізде екі түрі бар. How many бізде countable nouns, яғни саналатын зат есімдерге сұрақ қойған кезде қолданамыз. Мысалға, how many, одан кейін жекеше түрде тұрған зат есімді қоямыз да, сөйлемнің соңында, сұраулы сөйлемде is there деген сөзді қоямыз. Сонда how many apple is there? Мұнда қанша алма бар? There is one apple. Келесі көпше түрде қалай қолданамыз? Көпше түрде, мына жекеше түрде is thereді қолдансақ, көпше түрде are thereді қолданамыз. How many зат есімін, мына жерде енді біз көпше түрдегі зат есімді қолданамыз. How many apples are there? Мұнда қанша алмалар бар? There are 2 apples деп жауап береміз. Міне, there are 3 apples, there are 4 apples дегіздер бе? Келесі, how much? How much дегенімізде қанша деген сұраққа жауап береді. Бірақ біз бұны саналмайтын зат есімдерге, саналмайтын зат есімдерді сұраған кезде қолданамыз. Яғни саналмайтын зат есімдерді uncountable nouns деп айтамыз. How much water? Water деген бізде су, яғни бір су, екі су деп санай алмаймыз. Яғни сұйық заттарды және абстракты зат есімдерді біз саналмайтын зат есімдерге жатқызамыз. Қараймыз. How much water is there in the bottle? Яғни бөтелкеде қанша су бар? Міне, how much жаңағы біздегі сұраулы сөзіміз, одан кейін зат есім water, сосын is there, яғни саналмайтын зат есімдер әрқашанда is there мен қолданылады. Саналмайтын зат есімнің көпше түрі болмайды. Және ол ыдыстың ішінде тұр, сондықтан мына жерде ыдысын көрсетіп тұрмыз. How much water is there in the bottle? Бөтелкеде қанша су бар? Міне, структура бойынша барлығы түсінікті болып тұр. Келесі. Түсінбеген болсаңыздар, кейін менің WhatsApp-тағы жеке чатыма өздеріңіз сұрай берсеңіздер болады, тағы қосымша түсіндіремін, егер түсініксіз болып жатса. Келесі. How much bread is there? Міне, bread бізде нан. Нан бізде ұсақ, яғни ұннан жасалғандықтан, bread сөзі бізде саналмайтын зат есімге жатады ағылшын тілінде. How much bread is there on the table?
яғни үстелдің үстінде қанша нан бар. Түсіндік қой, иә? Міне how much қолданды, bread зат есім қойылды, одан кейін is there, bread деген бізде саналмайтын зат есім болғандықтан is there қоямыз, одан кейін ол қай жерде тұрған орнын көрсетеміз, on the table. Сұраулы сөйлем структурасы түсінікті болып жатқан шығар деген ойдамын. Міне дәл осы структура бойынша үйде тағы да сұрақ құрастырып көріңіздер. Мына сандарды қосымша неге платформаға жүктеп қоям, сол жерден тағы да қарап 100-ге дейін санап үйренеміз. Окей? Бүгінгі сабақ түсінікті болған болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.